Баршаңызға сәлем. Бүгін мастикадан сәукеле, білезік және сырға жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен сәукелемізді жасап аламыз картоннан. Оның сыртын мастикамен қаптап шығамыз. Мастикамызды жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Егер мастикаңыз қолыңызға жабысып жатса, крахмалмен үстінен сүйей отырып жайып шығамыз. Жайып болған мастикамызды сәукеленің сыртымен өлшеп алып, қаптап шығамыз. Мастикамызды судың көмегімен жабыстырып шығамыз. Кисточкамызды суға батырып алып, жағып шығып, мастикаларды жабыстырамыз. Дайын болған сәукелеміздің сыртына молттың көмегімен неше түрлі оюлар жасап алып, жабыстырып шығамыз. Енді білезік жасаймыз. Ол үшін осылай сопақша етіп кесіп аламыз мастикамызды. Стаканчикке қойып, кептіріп аламыз. Оның сыртын молттың көмегімен ою жасап, жабыстырып шығамыз. Осылай екі сырға да жасап аламыз. Енді барлық оюларды кондуринмен бояп шығамыз.